Қалайсыздар, бүгін соңғы акиматқа спецсонға бармайық, сіздердің АСП-ларыңыз қанша шығатынын айтып беремін. Ол үшін мынандай мобил тартып аламыз, услуги деген кіреміз, жеңілдіктер жәрдемақы деген кіреміз, өтініш берушінің деген кіріп, ол жерден ЖСН-іңіз бен нөміріңізді жазасыздар. Нөмірлеріңізді жазып болғаннан кейін нөмірлеріңізге, телефондағы нөмірлеріңізге 2 рет SMS келеді. Соны разрешить деп бас жеріңіздер, сосын 15 минут күтіңіздер. 15 минут күткен кездеріңізде интернет жақсы шығатын жерге қойып қойыңыздар телефондарыңызды. Өкінішке орай маған шықпайды екен. Сол үшін мен сіздерге ақырын көрсете алмаймын. Сосын маған лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Осыны жақсылап біліп алыңыздар, көріп алыңыздар, керек болса жазып алыңыздар. Ендігі жолы мен сіздерге декретныйды қалай есептейтінін үйретемін. Ал маған тіркеліп кетіңіздер.